Елімізде құмар ойынға ақша тіккендерге дүре соғылады. 3 рет ескерту жасалғаннан кейінгі қолданылатын бұл жазаның түрі лудамандардың отбасын қуантып отыр. Мақсат Олжасов, құмар ойындарға ставка тіккен үшін 3 дүре соғылады. Шеш. Тігесің ме енді? Жоқ! Күніне 50-60 адам сабайым осылай. Қайталанып келіп жататын адамдар да болады. Оларды қаттырек сабайым. Санасыз мәгестер ғой бұлар. Олар несіне ейсін? Ставка тікпесен де жігіттер. Өмірлерің мәнді болады. Нормально өмір сүріп кетесің. Сен ше маған кайфанешь. Ойбай, матч қызық болсын деп 500 теңге тіге қойғанмын ғой. Бүкіл данныйымыз тұрғаны букмекердің сайтында. Содан тауып, келіншегім сабағанда шамал приятно болады деп, мамалатты ғой налар. Ойбай, мамам есіме түсіп кетті ғой. Самал Санасызова, Жамал Магасова, ПТК арнасы.